Сәлем баршаға. Бүгін өте оңай, тез жасалатын пирог жасайтын боламыз. Шаймен ішкенге өте дәмді болып шығады. Сіздер жасап көрсеңіздер болады. Және де видеоның соңына дейін көріп, лайк және комментарий жазып кетіңіздер. Және де маған тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен бізге 2 жұмыртқа керек болады. 2 жұмыртқамызды ыдысымызға салып, оның үстінен қантымыз саламыз. Соңында қанша граммнан салғанын барлығын жазып кететін боламын. Жақсылап араластырып, және де 1 стакан айранымызды салатын боламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз венчикпен. Мінекі көріп тұрғандарыңыздай жақсылап араластырып алдық. Оның үстіне жарты ас қасық сода саламыз. Оны да жақсылап араластырып жіберетін боламыз. Кейін жарты стакан сұйық майымыз салатын боламыз. Оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Өте дәмді, өте әдемі болып шығатын пирогтың бір түрі. Менің балаларым өте жақсы жейді. Және де ұнымыз салатын боламыз. Ұнымызды 200 граммдай салатын боламыз. Оны жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Мінеке көріп тұрғандарыңыздай осылай етіп жақсылап бір масса етіп араластырып аламыз. Өйткені комок болып қалмау керек. Оның түйін болып қалмау керек. Жақсылап араласу керек. Мінеке жақсылап араластырып алдық. Мінеке уже дайын. Енді оны табамызға салатын боламыз. Менің пирог пісіретін менің кішігірім 22 диаметрдегі ыдыс. Соған жақсылап массамызды саламыз. Мінекей дайын бізде. Енді оны менде әсел печка болғандықтан 160 градуста 30 минут пісіретін боламыз. Мінекей өте әдемі болып шығады. Бір жасағаннан өте әдемі болып шығады. Балалар сүйсініп жейді. Кешкі шайға, таңертеңгі шайға жасап көрсеңіздер болады. Өте жұмсақ, ортасы да піседі. Мінекей осылай әдемі болып піседі. Іші толық пісетін болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Видео ұнаса, мені қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлсім. Рахмет.